басқармасы, Дарын облыстық қосымша білім беру басқармасының ұйымдастыруымен Мәңгілік ел ұландары байқауына тәуелсіз ел ұланымын атты бейнеролигімді ұсынбақшымын. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Майдакөл ауылының нөмір 98 орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Әділқан Нұрза, жетекшім Өтепбергенова Гүлшат. Мәңгілік ел арманымның асқары, мәңгілік ел бақытымның бастауы, мәңгілік ел тарихымның дастаны, мәңгілік ел нұрлы жолға бастады. Мәңгілік ел менің аппақ мұратым, мәңгілікке нұрын шашып тұратын. Мәңгілік ел нұрлы жолы қазақтың бар әлемге мойындатар қуатын. Мәңгілік ел шежіресі даламның, мәңгілік ел ақ тілеу анамның. Мәңгілік ел мәңгілікке аманат, мәңгілік ел нұрлы жолы бабамның. Тәуелсіздік неткен ғажап киелі сөз. Осы бір сөздің тарихына терең түңіле қарайтын болатын болсақ, бұл ата-бабамыздың сан ғасырлар бойғы арманы, жеткен жеңісі. Бұл өзінің тәуелсіздік үшін, еркіндік үшін күрескен қазақ халқының өзінен кейінгі ұрпаққа берген аманаты деп айтуға болады. Төп шежіресі сонау түркі заманнан бері қалыптасып келе жатқан қазақ халқы өзінің тәуелсіз ел болып қалыптасу үшін көп еңбек етті. Біздің жерімізді ата-бабаларымыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен қорғап қалды. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Бұл ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік күші ең қадірлі күш. Бүгін Қазақстан әлем назарында өзінің болашағынан үлкен үміт күттіретін жері, халқы бай ел. Ендеше қазақ халқы барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздік алуымыздың өзі үлкен жетістік деп білемін. Яғни, дербес мемлекетте өмір сүріп отырған ұрпақ шын мәнінде бақытты деп ойлаймын. Осындай қасиетті мекенде, керемет дарқан далада, егіні теңіздей толқыған, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көк көтеруді мақтаныш тұтады. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап өзім тұратын Майдакөл елді мекенінде көптеген өзгерістер болды, көптеген істер атқарылды. Ғасыр жаңалығына айналған Сырдария өзенінің бойында Әлсейіт көпірі салынды. Сол арқылы екі ауданның жүргіншілері қазіргі таңда рахаттана пайдаланып отыр. Тәуелсіздіктің арқасында мен оқитын нөмір 98 орта мектеп 2017 жылы пайдалануға берілді. Жас жеткіншектер сол уақыттағы барлық балалардың қуанышында шек болмады. Заманауи технологиялармен жабдықталған менің мектебімде барлық балалар үшін қолайлы жағдай жасалған. Ауылымыздың негізгі көрікті ғимараттарының бірі бірегейі мешіт, орталықтағы саябақ ауыл адамдарының қолданысқа беріліп отыр. Соның арқасында біздің ауылымыздың адамдары жақсы тыныс алатын орындарымен қамтамасыз етілген. 21 ғасыр білім ғасыры. Біздің алға қойған мақсатымыз өткенімізді білетін, бүгінгіні түсінетін, ертеңімізге сеніммен қарайтын азамат болу. Тәуелсіздік біздің алдымыздағы жарқын болашаққа жол ашып берді. Біз сол жолдан бұлтармай алға баса береміз. Осы бақыт үшін баршамыз тәубе дейміз. Осы жолда біліміміз бен білігімізді, қайратымыз бен қанымызды аямай жұмсаймыз. Сүйікті отанымыз Қазақстан мәңгі құлпырып жайнай берсін, жарқырай берсін. Бүгінде Қазақстанды әлем тануда. Жаңа дүние, жаңа қоғамға бет бұрдық. Тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың нұрлы жолымен болашаққа нық қадам басайық.